Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қадірменді көрермен. Біз бүгін Шымкент қаласындамыз. Жұманов атындағы автокөлік базарына келіп тұрмыз. Бұл автокөлік базары Сарыағашқа кететін жолда орналасқан екен. Көптеген автокөліктердің бағаларын, сіздер сұраған автокөліктердің бағаларын қарап шықтық. Көңілге қонымды бағаларды таптық базардан. Енді бір өтініш сіздерге: арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Біздің каналдың дамуына үлес қосыңыздар ағайын. Қазақ учеттағы Audi A6 автокөлігі 2.5-ке беріп жүремін дейді. 95 жылғы 2.6, 2.9 деп қойып, енді 400 мың түсіп тұр, 2.5-ке беремін дейді. Көліктің сырты идеал. Осы кезде автокөлік оталып тұр. Әдем, енді әдем сақталған, әдем айдалған. Ешқандай артық әңгіменің керегі жоқ. Автокөліктің салонында бір көрсетіп жүрейін, егер рұқсат берсе. Салонында тап-таза, ешқандай әңгіме жоқ. Passat автокөлігі тұр. Passat 730 мың. 91 жылғы газ бензин дейді. Көліктің сыртқы жағдайы жақсы. Passat қой, Passat. Жақсы екен Passat. Жақсы екен. Мына Жигули 99 жыл Жигули 1,5 көп, 400 мың теңге. Қазақ учет. Мынау да сол шама. Сыртқы жағдайы орташа енді. Бұл қай жылғы? Бұл жағдайым көп. 94 жылғы газ бензин. Номерін қалдырып кетейін. Мынау номері. Шымкент бүгін салқын. 2014 жылғы Deo Gentra автокөлігі. Қазақ учет. 118 мың жүрген. 3 миллион 580 мың теңге деп қойыпты. Әдем енді. Жылы жаңалау автокөлік қой. Түсі де көгілдір түс. Қасында 20 немесе 25. 2 миллион 800 мың дейді. 2.2 газ бар екен. 2000 жылғы. Қазақ учет. Егесі ойлаймын, негізі түсет деп. Көптің сыртқы жағдайы орташа. Сыртына бір оң жақ дискке кішкене дұрыстап қасқайып жіберу керек. Қалған ешқандай жұмысын көріп тұрған жоқпыз. Бізде Mercedes автокөлігі объемы 2.2, коробкасы автомат. Номерін көрсетейін, миллион 300 мыңға беріп жүремін дейді. Сыртқы жағдайы орташа. Моторы плита екен, бұның плита мотор деп айтады. Сыртына бір косметикалық ремонт жасап жіберсе, негізі әдемі көлік. Салоны жағдайы орташа. 2 алда электропакет люгі бар екен. 2008 жылы қазақ учеттағы, қазақ тіркеудегі Hyundai Sonata 4 миллион 700 дейді. Көліктің түрі әдемі енді. Нөмірін қалдырайын сіздерге. Не автокөліктің нөмірі? Алейкум ассалам. Салонында әдемі екен. Қаншаға беріп жүресіз? Қаншаға? Қаншатына 4,5 болса беріп. 4,5-ға беріп жүрем. 200 мың түсіп тұр ғой, короче. 200 мың түсіп тұр. Әдемі енді автокөлік. 91 жылғы. Бұл 2.3 простой мотор дейміз ғой. Сондай мотор екен. Ақ түсті. Бұл автокөліктің сырты енді жақсылап сақталған. Бұны 1 миллион 300 мың деп қойған екен. Mercedes E350 2005 жылға 4 миллион 300 мың сұрап тұр екен. Бұл автокөлік. Сыртқы жағдайы әдемі, түсі де әдемі. 99 жылғы тройк тұр. Әдемі екен енді. 3,5 миллион. Бәрі бар. Барлық жерінде птичек тұр ғой, короче.
көбесі қара түс, өте әдемі сақталған. Сәнге арналған көлік, шап-шағын. Volkswagen Golf автокөлігі 94 жылғы 1.8 объем екен бұл. Сыртқы көліктің сыртқы жағдайы, шанағы өте әдемі, жақсы сақталған. Бағасы 1.500.000 теңге. Универсал Golf қой. Opel сұраған бауырларға 700.000 теңге. 91 жылғы 1.6 номерін қалдырдым. 91 жылғы 1.6 көлемі. Дисклері титановый, түсі шие түс, вишневый цвет. Дәл қасында тағы бір Opel автокөлігі тұр. Бұл автокөліктің бағасын қазір сұраймыз. Қаншаға беріп жібересіз? Қаншаға? 700-ге беріп жіберем дейді бұл екен. 700-ге берілетін Opel'дің алдыңғы түрі осындай. Тағы BMW сұраған бауырларымыз бар. 92 жылғы 2.5 1.200.000 дейді. 1.200.000. Алдыңғы бамперін тауып салу керек. Дискісі титановый. Түсі күміс түс. Артқы бамперін тауып салу керек. BMW-лардың жалпы бамперлері проблема деп жатады. Қасында тағы бір Opel автокөлігі тұр. Бұл простой диск екен. Аквариум номері. Бұның да шірік жоқ дейді. 93 жылғы 2 объем. Бағасы 700.000. Жондап көрсеңіздер болады. Сет шығар. Іздегенге сұраған BMW автокөлігі. 91 жылғы бағасы ішіне шығарылмапты. Қаншаға беріп жібересіз аға? Ал? 1.200.000-ге беріп жіберем дейді. Ал? Автомат 1.200.000 дейді. Көліктің сыртқы жағдайы кішкене шаршаған. Бір толықтай покраска беріп алу керек. Дискілер әдемі екен. Қасында тағы 124-ші шанақтағы автокөлік 700.000 дейді. 88 жылғы 2.3 простой мотор. Сыртқы шанаға енді орташа жағдай. 98 жылғы 1.5 объем 400.000 теңге. Мына көліктің бағасы. Капотын ауыстыру керек. Сыртын толықтай бір жасап шығу керек. Дискілер новый екен. Қасында тағы бір Opel тұр. 950.000 теңге дейді. 93 жылғы 1.8 объем. Toyota автокөлігі Карина E 96 жылғы 1.8 механика қоя? Механика қорап 2 миллион деп қойыпты. Қазір нөмірін көрсетейін сіздерге. Осы нөмірге хабарласасыздар. Көліктің сыртқы жағдайы өте әдемі. Боялған, әдемі покраска берілген. Кәдімгі қарапайым дискімен, ешқандай титановый диск жоқ. Салоны әдемі салонда. 96 ма бұл? 96 жылғы автокөлік. Жылына сай. Мынау 99 автокөлігі. Қай жылғы? Қай жылғы? 98 жылғы. 450-ге беріп жібересіз ба? 450-ге беріп жіберем дейді. Орыс учет қой, орыс учет. Ешқандай жұмыс жоқ дейді. Қасында да бір пятнашка тұр, бағасы жазылмапты енді. 800 сұрап тұр. Бұл 800 сұрап тұр дейді. Сұрап тұр, бірақ қаншаға беретін? Қаншаға беретінін білмеймін, бірақ 800 сұрап тұр. Көліктің сыртқы жағдайы өте әдемі. Отчет беріп жатыр. Халыққа отчет беріп жатырмын, халыққа. Артында Факова бар екен. BMW автокөлігі 91 жылғы 2.5 куб.
миллион 200 дейді. Оң жақ крылын ауыстыру керек. Желательно алдыңғы бампер шашаған. Бұлардың бамперлерін табу өте қиын. Титановый диска. Артқы бампер де шашаған. Не ауру екен осыларды? Бетінде комментарийге жазып кетіңіздер. Неге бұлардың бамперлері өмір осындай болып жүреді? Бұлардың 1992 жылғы Opel Astra автокөлігі миллион 200 дейді. Көлемі 1.6. Ауылдан келген сияқты енді. Мына Opel Vectra автокөлігі 600 мың теңге 550 мыңға бере жүрем дейді. 89 жылғы газ бензин 2 объем. Мына шеткісін қаншаға бере жүресіз? Мынандай 550 мыңға берем дейді. Қазақ учет 89 жылғы 2 объем. Бұнда 550 мыңға бере жүрем дейді. Қазір артынан көрсетем. Екеуінде де қарапайым дисклер. Базарда ең арзан автокөліктерді енді іздеп тауып сүруге тырысып жатырмыз енді. Ардамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерден бір өтінішіміз болсын. Мынанда 550 мың теңге дейді. Инжектор. 2 куб инжектор екен. Қай жылға? 89 жыл, жұмысы жоқ. Жұмысы жоқ. Номер айтып жібере сал. Номер нешесі? 777 756 8805. 8805. Осы номерге хабарласасыздар. Титановый диск екен ол. Ешқандай жұмысы жоқ дейді. Сыртын істеу керек. Қанша деген диск автокөлік қой. Жаңағы нөмірге хабарласасыздар. Міне тағы орыс пятнашка. Бұл да 700 мың теңге дейді. Жаман емес, жағдайы өте әдемі. Алдыңғы крыло сорылған, енді басқа жұмысы жоқ. Мына орыстың автокөліктері қазақтардыкінен қымбат. Мына автокөлік орыстың Nexia-сы 2007 жылғы 1.5 180 жүрген 1 миллион сұрап тұр енді. Түсет шығар. Көліктің кегесі түсет деген ойдамын. Қасында Матис тұр. 2007 жылғы бұл 850 мың сұрап берген. 850 мың шықса түседі деп ойдамын. Nexia автокөлігі. Орыс учет 2012 жылғы миллион 250. Номері. Ішінде егесі отыр. Анық бір 100-200 мың теңге түсетініне тоққанымды сенімдімін. Хабарласып көріңіздер. Міне қазақ учеттағы автокөлік Audi 90 жылғы 1,5 миллионға берем. Инжектор дейді 1.8. Переход бұл. Көліктің сырты әдемі жасалған. Дискілері әдемі. Көліктің сырты жылтырлап тұр енді. Көлікті осылай ұстау керек қой негізі. Алып жыл тұрған ғой Орада 6 жыл тұрған дейді. Мен естіп қалдым. Автокөліктің жағдайы жақсы, өте жақсы. Хабарласыңыздар жаңағы нөмірге. Audi S4 автокөлігі, S4 автокөлігі 91 жылғы 2.8 номерін көрсетейін. 1.7 дейді бұны. Титановый диска. Көліктің сыртына қарап білуге болады негізі жағдайын. Жағдайы әдемі. Автокөліктің жағдайы әдемі. 96 жылғы Golf автокөлігі 2 объем миллион 700 дейді. Состояниесі жақсы екен. Өте әдемі состояниесі. Қасында Lada автокөлігі тұр екен. Мына қаншаға беріп жүресіз саға? Қаншаға беріп жүресіз? Қазақ учет 2171 2012 1.6 113 мың жүрген. 1.9-ға берем дейді. Е? Автокөліктің жағдайы жақсы. Әдемі енді сырты. YouTube қой. Автокөліктің сырты ішінде өте әдемі. Ішін көрейік. Электропакет алды.
RX 300 сұраған бауырларымызға 4 миллион 200 мың дейді. 3 объем. Түсі сүт түс, молочный. Қаншаға беріп жүресіз бауырым? Қаншаға беріп жүресіз? 4 миллионға беріп жүрем дейді. Жағдай жақсы екен автокөліктің. Қасында Camry тұр. Бұл Camry 2011 жылғы 2,5 объем. Бағасы 6 миллион 200 деп қойған ба? Көрінбейді дұрыс бағасы. Mitsubishi спецвагон автокөлігі 92 жылғы 1,8 миллион 300 мың дейді. Спецвагон сұраған бауырларға көліктің сыртқы жағдайы орташа, енді бағасын түседі деген ойдамын. Қасында қап-қара Golf автокөлігі тұр, миллион 750, 95 жылғы 2 объем. Көліктің сыртқы жағдайы жаман емес. Қырқовқа тұр мынақта. Қырқовқа 2007 жылғы 3,5 объем, 5 миллион 400 мың дейді. 5 миллион 100-200 мыңға беріп жүретін шығар. Автокөліктің жағдайы әдемі. Қасында Vesta тұр. Vesta қызық болып тұр. 5 миллион дейді. Vesta Cross 2018 жылғы 1,8 объем, 5 миллион теңге. 5 миллионға Сараковка алған дұрыс па, әлде Vesta алған дұрыс па? Комментарияға жазып кетіңіздер. Міне Сараковка, мынау Vesta. Қайсысы дұрыс? Мына Toyota Camry 30 автокөлігі. Сырты шоколад. 5 миллион 300 қойыпты, 5 миллионға берем дейді. 2002 жылғы 2,4 объем, 5 миллионға. Әдемі автокөлік, бірақ кішкене 5 миллионға қымбаттау сияқты. Комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл автокөлік европеец. Әдемі енді автокөлік. Жағдай әдемі. Kia Cerato 2014 жылғы 1,6 объем, в идеальном состоянии деп қойған екен. 78 мың жүрген, 5 миллион 700 мың теңге. Ақ түсті әдемі екен енді. Нөмірін қалдырайын. Осындайды кеше Бізбек автодан 7 миллион 800 мыңға көрдім. Ол 40 мың жүрген, енді кішкене аздау жүрген мынадан. Қасында Риатор Kia Rio автокөлігі. Жап жаңа. Әдемілеп істеп қойған. Ешқандай жұмыс жоқ сияқты. 14 жылғы кондиционер жұмыс жасап тұр. 4 миллион 900 мың. Бағасын түседі деп ойлаймын. 2014 жылғы автокөлік в идеальном состоянии, тоже 78 мың жүрген, 5 миллион 100 мың теңге. Автокөлік әдемі. Mercedes 230, жоқ 2,2 екен, 93 жылғы 2,2, 2 миллион. Келсемізде қопты түседі енді. 200-300 мың түсіп береді шығар бағасын. Қасында тағы бір ешкі тұр. 124 кузов, 94 жылғы 2,8, 2 миллион 750 мың теңге дейді. Бұл автокөліктің бағасын түседі деп ойлаймын. Қасында 14 миллион 714, миллион 700 мың теңгеге 14, 2007 жылғы. Тағдай жақсы машинаның. Мына автокөліктің бағасы жазылмапты. 2 миллион теңге, полулюкс дейді. Avensis. Мен жақсы көремін осы автокөлікті. Бұл автокөлік 4,5 миллион сұрап тұр екен. 1,8, 2008 жылғы. Осы автокөлік маған ұнайды өз басым. Шағын, ыңғайлы. Қазақ учет Nexia 13 жылғы 1 850, 1 миллион 850 мың. Түседі енді бұл автокөліктің егесі. Camry 40 автокөлігі, орыс учет екен.
Бұл көліктің бағасы 2006 жылғы 2,4 4 миллион дейді мына. Жароковтың бағасы 4 миллион теңге. Лупарик 96 жылғы 2 миллион 600 мың. 320 3 объем ғой енді. Түсінікті деп ойлаймын. Атжантыран бағасы жазылмапты.